Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз 5 сынып математика курсын қайталау мақсатында теңдеулерді шешу тақырыбын өтеміз. Сабағымыздың мақсаты арифметикалық амалдардың белгісіз компоненттерін табу ережесі негізінде теңдеулерді шешу. Теңдеуді шығару барысында тексеру тәсілдерін қолдану және мәтінді есептерді шешуде теңдеудің математикалық моделін дұрыс құру. Сабағымыздың барысында теңдеуді шешудің бірнеше жолын қарастырамыз. Соның ішіндегі ең қарапайымы ауызша есептеу. Демек, қарапайым теңдеулерді шешуді қарастырайық. Белгісіз қосылғыштың мәнін табу үшін біз қосындының мәнінен екінші қосылғышты азайтуымыз керек. Сонда x плюс 17 тең 60 теңдеуінде белгісіз компонентті анықтау үшін біз 60-тан 17-ні азайтамыз. Екінші мысалда а қосылған 17 тең 43. Мұнда да біз қосындының мәні 43-тен екінші қосылғыш 15-ті азайту арқылы 28 санын аламыз. Үшінші 51 қосылған а тең 60. Мұнда да қосындының мәнінен қосылғышты азайту арқылы 9 шығатынын анықтаймыз. Төртінші мысалда азайтқыштың мәнін табу үшін белгісіз болғандықтан біз айырманың мәнінен азайғышты қосу арқылы анықтай аламыз. Азайғышты табу үшін азайтқыштан айырманың мәнін азайтамыз. Сонда нәтижесінде бізде 38 саны шығады. Ал енді еске түсіріп көрейік. Жалпы теңдеу деген не? Теңдеу дегеніміз мәнін анықтауды қажет ететін әрпі бар теңдік. Теңдеуді шешу дегеніміз не? Теңдеуді шешу теңдеудің барлық түбірін табу немесе түбірлерінің жоқ екенін көрсету. Теңдеудің түбірі дегеніміз не? Теңдеудің түбірі теңдеудегі әріптің орнына қойғанда теңдеуді дұрыс теңдікке айналдыратын сан. Теңдеуде қанша түбір болуы мүмкін? Теңдеудің бірнеше немесе түбірі мүлде болмауы да мүмкін. Теңдеудің шешімін қалай тексеруге болады? Теңдеудегі белгісіздің орнына қою арқылы тексеруге болады екен. Ал мәтінді есептерді теңдеуді қалай шешеміз? Ол үшін бірінші мәтінді есептің математикалық моделін құрамыз. Модель арқылы теңдеу құрып, оны шешіп, шыққан мән арқылы мәтіндегі белгісізді анықтаймыз, яғни тексеру жүргіземіз. Келесіде бізде күрделі теңдеулерді қалай шешеміз? Ол үшін келесі алгоритмді ұсынамын. Бірінші теңдеуді құру, белгісіз компонентті анықтау, көбейтіндің белгісіз компонентін табу ережесін қолдану, теңдіктің оң жағын ықшамдау және теңдеудің түбірінің бар екенін табу. Егер теңдеудің түбірі жоқ болса, онда теңдеуді басынан бастап қайтадан қарастырамыз. Ал егер иә болса, онда теңдеуді жүргіземіз. Тексеруді жүргізуге болады. Ол үшін келесі тапсырманы көрелік. y-4 айырмасы мен 3-дің көбейтіндісі 15-ге тең. Осы теңдеуді біз келесі тұрғыда құрастырдық. Яғни y-4 айырмасы дегенден біз олар жақшаға алып, оны 3-ке көбейтіп 15-ге тең деп алдық. Енді біз бірінші жағдайда амалдардың орындалу ретін анықтаймыз. Демек, бізде бірінші жақшаның іші, одан кейін көбейту орындалады. Екіншіден, белгісіз компонентті анықтаймыз. Белгісіз компонент бізде y-4. Осы теңдеуді шешу үшін біз көбейтіннің мәнін көбейткішке бөлеміз. Сонда нәтижесінде бізде 5 саны шықты. Енді белгісіз компонент бізде y-4 болғандықтан біз о жерден y-ті анықтаймыз. Яғни y-4 тең 5 теңдеуіндегі 5-ті 4-ке қосу арқылы y-тің 9 екенін анықтадық. Ал енді тексеру жүргізсек, біздің теңдеуіміздің дұрыс екеніне көз жеткізе аламыз. Келесі,
теңдеуді шешудің түсіндірмесі. Демек, теңдеуді қалай жүргіземіз? Шешуді. Ол үшін келесі тапсырманы қарастыру арқылы. Так, бірінші, белгісіз бөлінгіш 14 минус x. Осы белгісіз бөлінгішті табу үшін бөлінгішті бөліндінің мәніне бөлеміз. Сонда белгісіз компонент 14 минус x-тің мәні 9-ға тең болды. Ары қарай, енді белгісіз азайтқыш x-ті табамыз. Ол үшін азайғыштан айырманың мәнін азайтып, демек азайтқыштың мәнінің 5-ке тең екенін анықтаймыз. Келесі тексеру жүргіземіз. Яғни белгісіз x-тің орнына 5 санын қойып, амалды орындау арқылы оның дұрыстығына көз жеткіземіз. Демек, біздің шығарылу жолымыз дұрыс деген сөз. Демек, бұл теңдеудің түбірі 5-ке тең екен. Ал енді, мәтінді есептерді теңдеу құру арқылы қалай шешуге болады? Ол үшін алдымен есептің шартын түсініп, берілген мәндерге талдау жасап алу керек. Талдау барысында не берілді, нені табу керек екенін анықтап, олардың арасында қандай байланыс, қандай тәуелділік бар екенін айқындап алу керек. Анықталған тәуелділік заңдылықтың көмегімен шарттың математикалық моделін құру керек. Теңдеуді шешіп, алынған түбірдің есеп шартын қанағаттандыратын сұрақтарына жауап беруіміз қажет. Жауаптарды белгісіз компоненттердің орнына қойып тексеру жүргіземіз. Енді келесі тапсырманы қарастырайық. Айнұр, Арман, Жанар бірігіп барлығы 41 алма жинады. Арман Айнұрдан 8 алма артық, ал Жанар Айнұрдан 3 алма кем жинады. Балалардың әрқайсысы қанша алмадан жинаған? Сәйкесінше, біз бірінші оның шартын құрып аламыз. Математикалық моделін құрамыз. Айнұрдың жинаған алмасы белгісіз болғандықтан оны x деп аламыз. Арман Айнұрдан 8 алма артық дейді. Демек, Айнұрдың x алмасына 8 қосамыз. Жанар Айнұрдан 3 алма кем жинады дейді. Демек, біз Айнұрдың x алмасынан 3-ті азайтып, осының барлығының қосындысы бізде 41 алма жиналған болады оның. Ары қарай, осы математикалық модель бойынша біз теңдеу құрамыз. Теңдеуді құрып алғаннан кейін ұқсастарын біріктіріп, біз оны қарапайым теңдеуге келтіреміз. Сонда бізде 3x плюс 5 тең 41 деген теңдеу шықты. Бұдан 3x анықтаған кезде біз қосындының мәнінен азайғышты азайтып 3x-тің 36-ға тең екенін анықтадық. Ал x-ті табу үшін біз көбейтіндінің мәнін көбейткішке бөлу арқылы x-тің мәнінің 12-ге тең екенін анықтадық. Ары қарай, енді жауабын табу үшін біз x-тің орнына 12-ні қойып, әрбір баланың қанша алма жинағанын анықтаймыз. Айнұр демек бізде 12 алма жинаған. Арман Айнұрдан 8 алма артық жинағандықтан оның алмасының саны 20. Жанар Айнұрдан 3 алма кем жинағандықтан оның алмасының саны 9. Демек, x-тің орнына 12-ні қою арқылы қарапайым амалдарды орындаймыз. Ал енді тексеру жүргізіп көрейік. Біздің тапқан түбіріміз дұрыс екеніне көз жеткізе аламыз. Келесі, енді осы еске түсірілген материал бойынша бекіту тапсырмаларын шешіп көрелік. Бірінші, y пен 123-тің қосындысын 248-ден азайтқан кезде 24 саны шықты. Бізде бұл жерде белгісіз компонент y плюс 123. Оны табу үшін азайғыштан айырманың мәнін азайтамыз. Сонда бізде 224 саны шықты. Енді қосылғыштың мәнін табу үшін қосындының мәнінен екінші қосылғышты азайтып, біз y-тің 101-ге тең екенін анықтадық. Келесі, 24 пен x-тің айырмасына 37 санын қосқанда 49 саны шықты. Сәйкесінше, жақшаның ішінде тұрған 24 минус x белгісіз компонент болғандықтан, біз азайту амалы арқылы мәнін анықтап аламыз.
Ары қарай x табу үшін біз 24-тен 12-ні азайтып, x-тің 12-ге тең екенін анықтап алдық. Келесі 128 плюс x плюс 57 218 санына тең. Бұны анықтау үшін біз теңдіктің сол жағында тұрған 138 бен 57 санының қосындысын 218-ге көбейтеміз, теңестіреміз. Сонда қарапайым теңдеуге айналды. Енді қосындының мәнінен екінші қосылғышты азайту арқылы біз белгісіз компонент 23-ті аламыз. Келесі тапсырма. Айғаным 3 қорап айран мен 64 теңге тұратын бір нан сатып алды. Барлық сатып алған затына 514 теңге төледі. Бір қорап айран неше теңге тұрады? Біз бұл мәтінді есептің математикалық моделін құрып аламыз. Демек, айранымызды x белгісіз компонент деп алып, теңдеу құрамыз. Нәтижесінде бізде 3x-міз 450-ге тең болды. 450-ді 3-ке бөлу арқылы x-тің 150-ге тең екенін анықтадық. Тексеру жүргізіп өтірсек, 150-ді 3-ке көбейтіп, оған 64 теңге нанның ақшасын қосатын болсақ, 514 теңге шығатыны анықталды. Осы орындалған тапсырмаларды теңдеуді шартқа сәйкес шешеді бағалау критерийінің, арифметикалық амалдардың белгісіз компоненттерін табу ережесі негізінде теңдеулерді шешеді, теңдеуді шығару барысында тексеру тәсілдерін қолданады, мәтінді есептерді шешуде теңдеудің математикалық моделін дұрыс құрады дескриптор арқылы өзімізді бағалауға болады. Ал енді балалар, сендерге өз бетінше орындауға арналған тапсырмаларды ұсынамын. Бұл тапсырмаларды сіздер алдында бұдан бұрын шығарылған есептерге қарай отырып орындасаңыздар болады. Келесі теңдеулерді шешіңіз. Келесі тапсырма. Жәшікте бірнеше килограмм картоп болды. Жәшікте 8 килограмм картоп алынғаннан кейін, онда тағы да 13 килограмм картоп қалды. Бастапқыда жәшікте неше килограмм картоп болған? Келесі, асханаға бір қап ұн әкелінді. Түскі асқа 12 килограмм ұн, ал кешкі асқа 15 килограмм ұн жұмсалды. Егер кешке қарай қапта 23 килограмм ұн қалған болса, онда қапта бастапқыда неше килограмм ұн болған? Ал балалар, осы шығарылған тапсырмаларды теңдеуді шешудің жолдарын, әдістерін, қосымша мәлімет алу үшін келесі ресурстарды қолдансаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.